Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі құрақ құрайтын боламыз. Құрағымызды ыстымыз бұрынмен арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Құрағымызға қажетті маталар мен өлшем бірліктер. Көлемі 8-ді 21 болатын қызыл түс, көк түс және ақ түстен әрқайсынан 2 штуктан мата қажет, және де ені 6,5 см болатын көк матамыз қажет. Бұл көк матамыздың ұзындығын примерно 1,5-2 метр қажет болады. Ең алдымен көлемі 8-ді 21 болатын осы маталарымызды 2 штуктан осылай қойып, орталарын тігіп алатын боламыз. Құрақ құраған кезде көбісі менен қандай мата қолданасыз деп сұрап жатады. Мен тек видео үшін осындай жұқа маталарды қолданамын. Ал өздеріңізге сіздер үйге құрақ құрайтын болсаңыздар, көрпеге королевский болмаса турецкий бархатты қолдансаңыздар болады. Бұлай қарағанда әркім өзінің қалаған матасын қолданады. Мен тек мынада видео үшін, ютубқа видео түсіру үшін осындай жұқа маталарды қолданамын. Мінекей біз тігіп алдық ортасын. Бізге осындай 2 блок шықты. Енді осы 2 блокты дәл видеодағыдай бір-біріне қарама-қарсы орнатып, 4 жанын тігіп шығамыз. Мінекей. Бірінші блогымыз осылай тұрса, екінші блогымыз осының жанына тұрады. Мына жерде қарасаңыздар, ақ пен ақ бір-біріне тиіп тұр. Осылай тиіп тұруы қажет. Мінекей осылай қойып, 4 жанында тігіп шығамыз. Төрт жанында тігіп алдық. Енді осы 4 бұрыштарын бір-біріне қарама-қарсы қылып сызып шығамыз. Және де сол сызықтар арқылы қайшымен қиып аламыз. Мінекей бізде осындай шағын 4 блок шықты. Осы блоктарды енді бір-біріне видеодағыдай қойып, орналастырып, біріктіріп тігіп шығамыз.
Енді осы құрағымызды толықтыру үшін жан-жағына 6,5 сантиметрлік көк лентамызды тігіп шығамыз. Мінекей біздің құрағымыз дайын болды. Осындай әдемі құрақтан тігілген блогымыз дайын болды. Бұл блоктарды көрпелерге, көпшіктерге пайдалансаңыздар болады. Егер де менің құрағым ұнаса, маған тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.